Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім, сіздермен Гүлзада. Бүгін сіздерге наурыз айында дайындалатын наурыз көженің құрамымен бөліскім келді. Ол үшін бізге мен 7 дән алдым. Бидай, сары жүгері, нохат, ловия, перловка, сосын жылқының сүрленген еті, қазы, жая, кез келген ет болады. Барлығын жақсылап жуып, ыстық суға түн асырып, жібітіп қоямыз. Енді суға барлық етімізді саламыз. Көктем қыстан қалған барлық сақтаған етті саласыздар. Қайнап шықты, жақсылап көбігін аламыз. Құрметті көрермендерім, сіздерге алғысым шексіз. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазғандарыңыз үшін. Қазақша контентті қолдап отырыңыздар. Осылай жақсылап көбігін аласыздар. Сөйтіп сорпаны кішкене сапырып қоясыздар. Етін жауып қоямыз. Қайнайды жай. Ет қайнап жатыр. Енді бір жұмыртқамен кішкене тұз қосып, жұдырықтай қылып қамыр илейміз. 50 грамм су құйдым. Жақсылап араластырып, ұн қосып, кішкентай күлше нан илейміз. Қаттылау қылып. Күлшемізді дайын. Жақсылап илеп, иін қандырып, қамырымызды тыңдырып қоямыз. Етіміз қайнап жатыр. Сүр еттің барлық майы шыққан бетіне. Енді дәннің бәрін қайтара бір-бір жуып алдым. Барлығын жақсылап саламыз қайнап тұрған етімізге, сорпамызға. Маш. Кішкене араластырып қоямыз. Барлық дәмдерін салдым. Өте дәмді болады. Енді жай отта қайнатамыз. Балалар ішетін болғаннан кейін кішкене картошкамен сәбіз салдым. Қоссаңыз да болады. Піскен еттің барлығын бөлек сүзіп аламын. Етті сүзіп алып, бетін жауып қоямыз. Енді қамырымызды илейміз. Жаямыз әдемілеп. Мен үлкен оқтаймен жайдым. Кіші оқтаймен кішкене кеңейтіп алдым. Енді бетіне ұн сеуіп, кішкене кептіріп қоямыз желдетіп. Жіңішке етіп орап аламыз да. Лапшамызды кесетін боламыз.
сәл кепкен қамыр жақсы кесіліп аралары тез ашылатын болады. Дайын лапшамыздың бәрін кесіп дайындап алдық. Қайнап тұрған сорпаға саламыз. Жақсылап араластырып, енді бетін жауып қоямыз. Енді барлық етті турап, жақсылап қазы бәрін. Сөйтіп, дайын етімізге салып, араластырамыз. Қатты қою olmadım. Тәндерде тұрып өзі қоюланады. Наурыз көжеміз дайын болды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын, наурыз құтты болсын.